35 жыл бұрын 1986 жылдың 26 сәуірінде Украинаның Чернобыль қаласында атом энергиясын пайдалану тарихында мыңдаған адамның өмірін қиған ең ірі апат орын алды. Өздерін құрбан ете отырып, Чернобыль зардаптарын жою мақсатында 800 мың адам, оның ішінде 32 мыңы қазақстандықтар қатысқан болатын. Сол кезде барлық талаптарды бұлжытпай орындау жауапты болу еді. Құрметті Чернобыль ардагерлері, еліміз сіздердің ерен еңбектеріңізді ешқашан ұмытпайды. Сол кездегі үлкен қасіретті ауызбен айтқанымызбен көз алдымызға елестету қиынның қиысы. Қаншама адам опат болып, сан мыңдаған адам сал болды. Сондықтан сол апаттан аман қалған ардагер ағаларымызды ұмытпай, қайта ұлықтай. Осыдан 35 жыл бұрын 1986 жылы 26 сәуірде Украинаның Чернобыль қаласында атомды энергияны пайдалану тарихына мыңдаған адамның өмірін қиған ірі апат орын алды. Қазіргі таңда сол апаттан аман-есен оралған Чернобыль ардагерлеріміз санаулы. Жібек жол ауылының тұрғыны Сәрсенов Алибей Насуралович. Ассалаумалейкум аға, қалайсыз? Енді мына бүгінгі өскелең ұрпаққа, жастарға сол Чернобыль зардабын жою мақсатында қалай өткізді? Жою мақсаты неде? Чернобыль апатын жою мақсатын бірінші соны айта кетсеңіз. Чернобыль жою мақсаты біздің ол кезде барлық әскери нелер соған жұмылдырылды. Барлық СССР бір мемлекет еді қорын үлкен. Сол барлығы жұмылдырылып, әскерилер бізді сонда 2 жыл өзіміздің азаматтық борышымыз сонда өтедік. Срочный служба дейді қазіргі не қазіргі не дейді. Біз сонда жою мақсаты деп біздікі сол жарылыс болған жерді қорғап тұру. Соны ішке сыртқа адам шығармай. Ең бірінші радиация аумағы тапсырма. Бізге берген біздің тапсырмамыз сол радиациялық аумақты қорғау. Мен 1987 жыл әскерге шақырылдым. Әскерге шақырылып, әскерге шақырылып, одан оқудан өттім. Оқудан өткенде әскери сержантский школа оқуды бітіріп, одан кейін мені сол жаққа жіберді. Мен тура Чернобылға бірден барғаным жоқ. Бірінші 5 ай оқыдым, оқуды бітіріп, ол осын Чернобылға бардым. Командир отделение болды. Енді ондай бір қауіпті немесе бір ондай не жағдайлар болған жоқ. Әрине ол жердің зияны болды. Бізді ай сайын тексеріп тұратын. Радиациямызды әр айда бізде неміз бар, қазір карточкамыз медициналық. Әр айда алған біздің радиациямызды тексеріп, соны жазып тұратын. Енді әрине зияны болады, онда басың ауыру, мұрның қанау. Кейінгі әсері болуы мүмкін деп айтасыз ба? Кейінгі әсері болады дейді. Енді Аллаға шүкір қазір енді тым ондай бір не қатқан жоқ, бірақ енді бірге болған жігіттердің бірға қайтыс өтіп кеткендері де бар, енді өкінішке орай. Енді қазір демелеп, мен өзім де қазір денсаулығым енді айтарлықтаймыз группадамын. Екінші группа инвалидность, сондай повышенный доза радиоактивного облучения деген сондай немене. Оны енді адамның денесін тазарту мүмкін емес. Енді айттым ғой жаңа, радиация деген ол жуып тастайтын емес. Шығарып тастайтын, 100% тазартып тастайтын. Рахмет сұхбатыңызға. Енді мына өсіп келатқан өскелең жастарға, отан қорғайтын соның ішіндегі ер азаматтарымызға, мысалы сарбаздар әрбір сәтке дайын болу керек. Апатты аймақ болсын, елімізге қауіп төнсін. Сол кезде кез келген жағдайға дайын болу керек. Әрбір ер азаматтың, 18-ге толған ер азаматтың міндеті, борышы ол. Отан алдындағы борышы. Ол мен қайда жіберсе, қайда әскери қызметке шақырды ма, бару керек. Міндет ол. Оны патриот болу, патриоттық, оны қуанышпен қабылдау керек негізі.
әскерден бармаймын, әскерден не қыламын деген болмау керек. Менің түсінігім. Сондай болса ғана отан алдындағы борышымды өтеймін деп оған мақтанышпен бару керек әскерге. Сіздің осы сөзіңізді мына өскелең жас ұрпақтарға, ер азаматтарға елін, жерін қорғайтын, отанын қорғайтын сіздің ақыл кеңесіңіз деп білеміз. Рахмет сұхбатыңызға, құрметті Чернобыль ардагерлері дейміз. Ардагер ағамыз, аман болыңыз, ауырмаңыз, отбасыңыз аман болсын, балаларыңыз, немерелеріңіз аман болсын. Еліміз сіздердің ерен еңбектеріңізді ешқашан ұмытпайды. Осы арамызда дендеріңіз сау болып, осылай өз ойларыңызбен жастармен бөлісіп жүре беріңіз, аман саулықта жүздесейік. Сау болыңыз. Қол жетті міне аңсаған күнге, жасай бер жасау қазағым менің, Қазақстаным жасыл ұрмағым. Чернобыль апаты қаншама қазақстандардың түбіне жетті. Осыдан 35 жыл бұрын, яғни 1986 жылы Украинадағы Чернобыль қаласындағы атом электр станциясы жарылып, қаншама адамдар өмірмен қош айтысқан болады. Апат зардабын жоюға қазақстандық әскердің қаншауы қатысқаны әлі күнге дейін белгісіз. Қазақстан Республикасының қарулы күштері әскери тарихи мұражайында Чернобыль апатына арналған Чернобыльдің тірі қалқаны атты уақыттық көрме ашылған. Уақыттық көрмені ашушы Чернобыль ардагері Марат Жүнісбек. Осындай үлкен апатта, яғни әлем есінде, әлем тарихында, әлем жадында мәңгі тұтылатын өшпес таңбада Украинаның елеулі жері мен Ресейдің Брянск және Калуда қалаларындағы адамдар өміріне қауіп төнген болады. Чернобыль ардагерлеріне зор денсаулық, қажымас қайрат тілеймін. Ұрпаққа мәңгі тіл қашыдан